Саламатсыздар ма оқушылар, бүгін біздер екі айнымалы бар сызық теңдеулер жүйесін қосу тәсілімен шығаруды қарастырамыз. Қосу тәсілімен шешу үшін екі айнымалы сызық теңдеулер жүйесіндегі айнымалыларының біреуінің коэффициенттері қарама-қарсы сан болу керек. Мына жерде x-тің айнымалысының коэффициентін қарасақ, бұл жерде 5, 2 қарама-қарсы сан 5 болар. Ал y-тікін қарасақ, мынарада 1, мынарада -1. Олай болса, y айнымалыларының коэффициенттері қарама-қарсы сан. Олай болса, бұны қосу тәсілін бұл жерде біздер қолдана аламыз. Қосу тәсілін қолдану үшін біздер қарапайым бағандап қосамыз. 5x 2x қосамыз, 7x, плюс y, минус y, бұлар бізде қарама-қарсы сандар, ал қарама-қарсы сандардың қосындысы 0-ге тең болады. Олай болса жазылмайды. 20-ға 1 қосамыз, 21. Енді бұл жерде x тау үшін 21-ді 7-ге бөлеміз. Сонда x-іміз 3-ге тең болады. Міне x тауып алдық. Енді x таптық. Енді y тау үшін біздер мынарда тұрған екі теңдеудің біреуінің орнына x-ті қою арқылы y-ті табамыз. Мысалы, мен 5-тің орнына қояйын. 5x-тегі x-тің орнына қояйын. 5 көбейту 3 қосу y тең болады 20. Так, 15 қосу y тең болады 20. Y тау үшін істейміз, 20-дан 15-ті азайтамыз. Сонда y-іміз 5-ке тең болады. Сонда бұл есептің жауабы 3 пен 5-ке тең болады.